Петропавл қалалық ішкі істер бөлімі мамандары өңір серіктестерінің бірінен ірі көлемді ақша ұрланған күдіктілерді қолға түсірді. Ішкі істер бөліміне арыз жазған жауапкерлігі шектеулі серіктестігі басшыларының бірі кәсіпорын дүкенінің ішінен 950 мың теңге ұрланғанын хабарлаған. Қаланың өндірістік аумағында орналасқан дүкенге тонаушылар терезені сындырып кірген. Оперативно-следственная группа установила, что дүкенге пластикалық терезені соғып кірген, содан сейфтен ақшаны қолды қылған. Дүкенде күзет пен дабылдың болмауын пайдаланған күдіктілер. Жедел іздестіру шаралары барысында күдікті ретінде 1975 және 1989 жылғы тұрғындар ұсталды. Белгілі болғандай, бұған дейін екеуінің де заңмен қарама-қайшылықтары болмаған. 26 жастағы күдікті Ресейдің Калининград қаласынан келген жұмыссыз жүрген адам екені анықталды. Екеуі де қылмысты мойындады, бірақ ұрланған ақшаның біршама бөлігін жұмсап үлгеріпті. Залез в офис, взял деньги. Сейф как скрыл? Там простой китайский сейф вскрыл. Қылмыстық кодекстің 175 бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Кінәлері дәлелденген жағдайда күдіктілерді 3 жылдан 9 жылға дейін темір тор күтіп тұр.